Берекелі бейнеуден Ақмаржан қала Ақтауға. Жұма күні шаһарымызда ел азаттығының 30 жылдығына орай тәуелсіздік керуені марафон аясында Бейнеу ауданының мәдени күндері өткізілді. Бағдарламаға сәйкес халықтық Алтыбақан этнографиялық фольклорлық ән би ансамблі мерекелік концерт берді. Бүгін енді берекелі бейнеуліктер Ақтауымызға келіп, өздерінің өлеңін паш етіп, ақтаулықтарды мәз-мәйрам мерекелік жағдайға көңілге жетелеп отыр. Бейнеубек Көңілбасұлы бастаған, Сұлтан ағамыз бастаған ақсақалдар делегацияларын қош келдіңіздер. Ақтау менен Бейнеудің арасының ынтымағы жараса берсін, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Концертте бейнеулік өнерпаздар жанды дауыста әуелетіп, ән шырқап, қасиетті домбыраның шанағынан күй төгілтіп, көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Онда маңғыстаулықтардың сүйіктісіне айналған Арай эстрадалық вокалдық тобы, Асқар Асанәлі Көшеровтер, Манар Ізімбергенова, Еламановтар жанұялық ансамблі сынды әртістер мен ұжымдар өнер көрсетті. Баршаңызды алдымызда келе жатқан ол даланың ұлы мерекесі тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен баршаңызды құттықтаймын. Ата-бабаны аңсау болған, бүгінгі ұрпаққа бұйырған тәуелсіздігіміз ғұмырлы болсын. Енді заманымыздың заңғар жазушысы Әбіш ағамыздың сөзімен айтар болсақ, тәуелсіздік дегеніміз тек қана жай ғана тәтті сөз емес, бұл ұлттық жауапкершілік деген. Сол айтпақшы, біздің тәуелсіздігіміздің баянды болуы, ғұмырлы болуы біздің жауапкершілігімізде. Мәдени күннің қорытындысы жастардың басын қосқан жайдарман ойындарымен аяқталды. Бейнеу ауданы әкімнің кубогына тек қана жергілікті командалар ғана емес, республикалық деңгейде үздік атанған ойыншылар қатысты. Жайдарманшылар қағытпа қалжыңдары мен астыртын әзілдермен көпшіліктің көңілін көтерді. Мужской натуре сразу поим. Тигр или сезон. Сразу. Қаламқас Аманқосова, Даметкен Саматқызы, Абайжан Спаев, Қоблан Тәжбаев, Ақтау Ньюс.